Орта ғасырдағы Еуропадағы және әлемдегі қинау түрлері жайлы өткен жолғы видео 126 000 қаралым жинады. Сондықтан видеоның екінші бөліміне де кезек келді. Видеоның бірінші бөлімін сілтемеге өтіп көрсеңіз болады. Орта ғасырдағы қинау түрлері екінші бөлім. Қытайлардың бамбукпен қинауы. Бұл қинау түрімен кімді қашан қинағаны жайлы бірде-бір құжаттық дәлел жоқ. Бамбук жер бетіндегі ең жылдам өсетін өсімдік. Кейбір қытайлық бамбук сұрыптары бір күнде 1 метрге дейін өседі. Тарихшылардың айтуынша бамбукпен қинауды ежелгі қытайлар және екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі жапон әскерилері қолданған. Ең алдымен бамбукты пышақпен жонып, үшкір найзаға ұқсас етеді. Құрбанды көлденеңінен әлгі жонылған бамбуктың үстіне арқасымен немесе алдымен салбыратып іліп қояды. Бамбук тез өсетінін жоғарыда айттық. Ол жылдам өсіп, құрбанның денесін тесіп, екінші жағынан жарып шығады. Адам көп қиналғаннан кейін барып өледі. Өліктің төсегі. Осы жазаны Қытай компартиясы көбіне билікке қарсы келген саяси көзқарастары үшін сотталған тұтқындарға қолданады. Ең алдымен тұтқынды тыржалаңа шешіндіріп, аяқтары мен қолдарын төсектің екі бұрышына байлайды. Төсекке матрастың орнына тесілген ағаш тақтай қойылады. Тақтайдың тесілген жерінің астына дәретке арналған шелек қойылады. Көбіне адам мүлде қозғалмас үшін оның денесін байлап тастайды. Адам осы халде бірнеше апта жатады. Шэньян және Цзимин қалаларындағы кейбір түрмелерде тұтқынды қинай түсу үшін оның арқасына қатты заттарды салып қояды. Кей кездері төсекті көлденеңінен қойып, тұтқынды салақтатып, аяқ-қолын ауырта түседі. Бұл қинауларға тамақтану да қосылады. Тұтқынның мұрнына арнайы түтікшелерді тығып, түтікшелерден сұйық тағамды құяды. Бұл процедураны медициналық қызметкерлер емес, күзетшілердің бұйрығымен басқа тұтқындар жасайды. Олар көбіне кәсіби біліктілігі жоқ болғандықтан жазаланушының ішкі құрылыстарына зақым келтіреді. Осы қинауды басынан өткергендердің айтуынша, құрбанның омыртқасы жылжып, бұлшық еттері созылып, денесі қарайып мүгедекке айналады. Басқысқыш. Бұл орта ғасырлық құрал, әсіресе солтүстік Германия аумағында кең тараған. Оның жұмыс істеу механизмі тым қарапайым еді. Құрбанның жағын темір немесе ағаш тірекке орналастырып, құралдың қақпағын бұрандамен бұрайды. Құрал қысылған сайын, алдымен құрбанның тістері, жағы умаждалып, кейіннен миы бас сүйегінен аға бастайды. Уақыт өте келе бұл құрал өлтіру құралынан қинау құралына айналды. Латын Америкасының кейбір елдерінде бұл құралды әлі күнге дейін қолданатын көрінеді. Қазіргі кезде құралдың астыңғы тірегі мен қақпағы жұмсақ материалмен қапталып, құрбанға із қалдырмайды. Бұранданы 1-2 рет бұрағаннан кейін кез келген адам кез келген қылмысты мойындайды. Сумен қинау. Орта ғасырда адамдарды қинау үшін әртүрлі кесетін, тесетін, тілетін, сындыратын құралдармен қатар өте қарапайым заттар да қолданылған. Соның бірі сумен қинау. Құрбанның денесін сумен толтырады. Организмдегі су мөлшерінің шектен тыс артуы құрбанның асқазанын ауыртып, жүрегін айнытып, ақырында өлімге әкеледі. Бұл қинау түрі бертінге дейін қолданылған. Мысалға, Вьетнамдағы соғыс кезінде Америка құрама штаттарының сарбаздары қолға түскен тұтқындарға қолданған. Етпен қинау. Қытайлар қинау түрлерін ойлап табуға шебер, тапқыр халық. Сол ойлап табылған нәрселерінің бірі етпен қинау. Тұтқынды кішігірім торға отырғызып, 1 ай бойына бұқтырылған етпен және сумен тамақтандырады. 1 ай өткеннен кейін тұтқын көз жұмады. Еттен өлгенін не істеп түсінбей отырған боларсыздар. Жауабы өте оңай. Бұл қинауды әдейі ет жемейтін, күніге күріш жеп өскен адамдарға қолданады. Сондықтан да ет жемеген адамның асқазаны етті қорыта алмай қиналады. Әрі таптар тордың ішіндегі қозғала алмай отырған адамның ас қорыту жүйесіне үлкен салмақ түседі. Арнадағы басқа да видеоларға назар аударып, өз пікіріңізбен бөлісіңіз.